Сәлем қыздар, мен бүгін сіздерге үй жағдайындағы жұмсақ әрі дәмді болатын таба нанды пісіруді бөлісемін. Ол үшін бізге ұн, су, шемішке май, қант, тұз қажет болады, дрожж сосын. Ал енді осы заттарды шетінен қосамыз. Тұзымызды алып, ұнымызға себелейміз. Көз мөлшерімен қантымызды саламыз. Сосын шемішке майымызды жартысын ғана құямыз. Кішкентайын алып қаламыз. Дрожжымызды суға кішкене ерітеміз. Ал қыздар, міне біздің дрожжымыз суда еріді. Енді мынау ұнымызды араластырып жіберіп, осыған араластырып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Ал міне бізде осындай қамыр пайда болды. Шамалы иін қандырып жібереміз, сосын бетіне қалған шемішке майымызды құямыз. Сосын осы шемішке майымызды араластыра отырып, тағы кішкене иле жібереміз. Ал бізде мынандай қамыр болды, қыздар. Енді осыны бетіне кішкене тез ашу үшін пленканы жабамыз. Бетін жауып, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Ал қыздар, міне біздің қамырымыз дайын болды. Әдемі көтерілді. Енді осыған табамызды алып майлаймыз. Дайын майланған табамызға қамырымызды бір қайтарып жібереміз да. Сөйтіп саламыз. Сөйтіп қамырымызды қолымызды сулап отырып, кішкене бүйтіп тапамызға орналастырамыз. Бетін шамалы сулап жібереміз. Енді осыны 200 градуста қызып тұрған пешке саламыз. Қыздар, міне біздің таба нанымыз дайын болды. Ал енді осыны табамыздан аламыз. Міне, әдемі болып қызарып, жеп-жеңіл болып пісті. Қыздар, міне таба нанымыз осындай әдемі, тығыз әрі жіп-жұмсақ болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Енді ұсына берсеңіздер болады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар. Сау болыңыздар.